Сәлем құрметті достар, өткендегі видеомда Ертұғырыл Ғазидің кесенесі тұрған Османлы билігінің алғашқы астанасы болған Бележик қаласынан 2 сағаттық жерде орналасқан Осман империясының алғашқы астанасы болған тарихы бай Бурса қаласына сапарымызбен таныс болыңыздар. Негізі осы Бурса қаласын Ертұғырыл Ғази шабуыл жасауға дайындалып отқан болатын. Бірақ оған жетпей қайтыс болып кетеді. Оның арманын өзінің ұлы Осман орындайды. Сөйтіп, Осман 1335 жылы осы Бурсаны алғаннан кейін бірден Осман империясының астанасы етеді. Осылайша Бурсаны Османлы дәуірінің таңғажайып сәулет туындыларына тұнып тұр десек болады. Бурса қаласының дәл ортасында Османлы мешіттерінің атасы, тарихта теңдесі жоқ ғажайып қабырғаларына жазылған өрнек жазуларының бүгінге дейін сыры ашылмаған құпия мешіт Бурсаның ұлы мешіті орналасқан. Дәл осы мешітте біз білетін Қыдыр ата, Қызыр ата, я болмаса Әзіреті Қыдыр алейхиссалям намаз оқыған екен. Әлем тарихында ең көп саяхат жасаған саяхатшы, жазушы және саяхат туралы ең үлкен кітап жазып қалдырған танымал тарихшы Әулие Челеби бұл мешіт туралы былай деген: адамзат мұндай мешіт салуға дәрменсіз деп сипаттайды. Әулиенің бұлай деуі бұл мешіттің салыну барысында салынғаннан кейін болған түрлі таңғажайып құбылыстарға байланысты, мешіттің руханиятына байланысты деп ойлаймын. Олай болса, өзім тәнті болған бұл мешіттің құпия сырларын баяндап берейін. Достар, Бурса қаласына келіп қалдық. Түркия асханасының атақты тамағы Ескендір деген тамақты ойлап тапқан адам да осы бурсалық. Қарны ашты, бірден Ескендірді айтыппын бас салып. Бірақ мынау біз тұрған мешіт, ұлы мешіт деп аталады, ұлы жами. Байқап тұрғандарыңыздай өте көп жазба Құран аяттары бар араб қарпінде. Бұл мешітті кейде хат мешіті деп айтады, хат сияқты деп тура әр қабырғада Құранның аяттары жазылған. Йылдырым Баязит деген Осман сұлтаны кезінде бір соғысты жеңсе, мен 20 мешіт салдырам деген екен. Бірақ сол 20 мешіттің орнына 20 күмбезі бар, осы мешітті салдырған екен. Османдар дәуірінің ең ұлы бір керемет туындыларының бірі осы мешіт. Ішінде тіпті фонтан да бар екен. Сосын мынау жазулар тегін жазу емес, кезінде Османлардың жаңағы шифрование дейміз ғой, белгілі бір кодтап бір-біріне хат жазған, әдісін қолданып жазған жұмысы екен. Жалпы Осман империясы көп жылдар бойы исламның туын көтеріп, оның бірлігін сақтауға үлес қосқан. Ол жаулап алу үшін әділдікті орнатамын деп барған елдерінде исламның таралуына өте көп ықпал еткен. Соның арқасында міне Осман империясы заманынан бүгінгі күнге дейін сақталып қалған исламның тарихи туындылары бізге мұра болып қалып отыр. Бұл мешіттің құндылығы Осман империясы астана болғалы Бурсада салынған және бүгінге дейінгі ең үлкен мешіттердің бірі болуында. Бүгінде Бурсаның орталығындағы Орхан Гази саябағында орналасқан. Кезінде бұл мешітті айтқанымыздай Османлының 4-ші падишахы Йылдырым Баязит өте танымал Мұхаммед Әли Неджира деген сәулетші және ислам танушыға салдыртқан екен. Әлгінде айтылған бұл мешіттің рухани құпиясы неде? Бұл мешітті соншалықты маңызды етіп тұрған не нәрсе? Көптеген соғыстарға, өрттер мен жер сілкіністеріне қарамастан Бурса ұлы мешіті әлі күнге дейін сақталып қалған жұмбақ ғибадатхана. Кезінде Әзіреті Әмір Сұлтан түсінде Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассаламның осы жерде мешіт салу керектігін өсиет етіп көрсеткен дейді. Артынша сұлтан ислам заңына сәйкес исламның барлық қағидаларын сақтай отырып, әлдекім тұрып жатқан болса, оларға лайықты жерден жер үлесін бөліп береді және олардың жаңағы мүлкіне құқығының ақысы ретінде қосымша тағы 1 келі алтын беруді ұйғарады. Дегенмен 1 кейуана үйін сатудан бас тартады екен. Ол үйдің өз құнынан қаншалықты жоғары төлемақы төленсе де барлық ұсыныстарға жоқ дейді екен, келісімін бермейді. Бастапқыда уәзірлер келген, кейін сұлтанның өзі сол кейуанаға барып оны көндіруге тырысқан. Бірақ әйел өз шешімінен бас тартпаған дейді.
Бұл жағдай Сұлтан Баязитті біраз қаштады. Тіпті елдегі сот алқасы жиналып, бас қосып шешім іздеген екен. Содан соттың ұйғарымы бойынша мүлік оның меншігінде болғандықтан жаңағы кемпірдің оны сату-сатпауды өзі шешеді деп тұжырымдайды сот алқасы, және біздің қолымыздан ештеңе келмейді дейді. Содан ислам құқығына сәйкес Сұлтан Баязит және басқа да лауазымды адамдар жерді мәжбүрлеп ала қоймайды. Бұл жағдайға қарамастан мешіт салынады. Содан бірнеше жыл бойы әйелдің үйі мешіттің ортасында біраз тұрып қалады. Кейін кемпір өмірден озады, ал үйді алған мұрагерлері ол үйді сатады. Бірақ бір кездері әйелдің үйді сатуға келісімі болмағандықтан Сұлтан ол жерде намаз оқылғанын қаламайды екен. Содан осы аумақ 1630 жылға дейін бос тұрады. Содан Стамбулдан осы жерге Әбділәзиз Сұлтан жер аударғаннан кейін 1630 жылы соның орнына фонтан салдыртқан екен. Фонтанның бойынан 33 шөлмектен, тура тәсбих тасындай 33 шөлмектен Бурсадағы ең үлкен Ұлытаудан келетін бұлақтың суы ағады екен. Дәл осы фонтанның үстіндегі күмбез шыныдан жасалған. Кезінде бұл жер ашық қалған екен. Әлгінде айтқанымыздай мешіттің төбесінде 20 күмбез бар. Соғысты жеңіп шықсам 20 мешіт саламын деген патша 20 күмбезді бір мешіттің төбесіне біріктірген ғой. Бұл мешіттің тағы бір қасиеті осы мешітте оқылған алғашқы намазбен байланысты. Мешітте алғашқы намазды Әзіреті Әмір Сұлтан оқиды деп барша күтеді. Бірақ Сұлтан арамызда маған қарағанда білімді адамдар бар. Әуелі осында тұрғанда бізге үн шығару жараспайды дейді. Содан көпшілік қарапайым адам деп ойлап жүрген Сомунжы баба, яғни Шейх Хамид әулие шығады бір кезде. Сөйтіп әулие мешіттегі алғашқы уағызды оқиды, бірақ алдымен Әмір Сұлтанға қарап, сен бізді әшкереледің ғой деп айтады. Сөйтіп жамағатқа Фатиханың 7 түрлі тәпсірін оқиды. Ал сол Фатиха сүресінің 7 тәпсірінің ең алғашқысын мешітке келген жамағаттың барлығы түсінеді екен. Ал екінші тәпсірді тек қана ғалымдар түсінеді. Ал үшінші тәпсірді тек періштелер түсінеді екен. Ал қалған 4 тәпсір түрін басқа ешкімнің де түсінуі мүмкін емес екен. 40-тың бірі Қыдыр деп қазақ ата-бабамыз айтқандай, Сомунжы әулие келген жамағаттың ішінен Қыдыр әулиені танып қояды екен. Бірден қолына жабысып, осы мешітте намаз оқышы күнде деп өтінген екен. Сонда Қыдыр оның өтінішін жерге қалдырмай қабыл алған екен, бірақ қай уақыт намаз оқитыны маған қалсын деген екен. Осылайша Қызыр баба әр күні бір намазды осы Бурсаның ұлы жәмиінде оқиды екен. Достар, бұл мешіттегі тағы бір мына жазулар тегін жазу емес. Мына құлаштың пішінінде жазылған мына жазу шифрование жасалған, кодталған. Османдар кезінде осындай бір-біріне хат жазғанда осылай түсінбесін деп басқа адам код жасайды екен. Бұл жерде кез келген бір әріп орнынан алынса, жылжса, мағынасы түгел өзгеріп кетеді екен. Енді мына артымда тұрған мінбәрді түп нұсқа екен. Бай ғасырды бастан кешірген мінбәр, бірақ сонда да бір ағашы бұзылмаған екен. Түп нұсқа күйінде бүгінге дейін сақталып тұр екен мына мінбәр. Ағашы мінбәр. Жаңғақ ағашынан жасалған бұл мінбәр ұсталықтың, шеберліктің шыңы деуге келеді. Ағашта гүл бейнесінде ойылған пішіндер тегін өрнек емес, күн жүйесін сипаттайтын керемет асқан біліммен жасалған дүние екен. Және ұста бұл мінбәрді жасауда Селжұқлы мен Османлының сәулет өнерінің бірінен біріне көшкен әдемі бір туындысын қалдырған екен. Әулие Шелеби бұл мінбәр туралы былай дейді: дүниенің ең мықты суретшілері жиналса да бұған жетерін істей алмас. Достар, кезінде Ұлы Жәмидің тарихына келетін болсақ, ол былай болған екен. Кезінде Йылдырым Баязит деген Османлының сұлтаны не болу деген шайқаста, соғыста жеңіске жететін болсам, 20 мешіт тұрғызам деп өз-өзіне сөз берген екен. Содан жеңеді шайқаста, сөйтіп бірақ 20 мешіттің орнына 20 күмбезі бар, осындай керемет мешітті қалдырады екен. Менің енді дроным жоқ, төбеден күмбез көрсететін, бірақ сонда да ішінен қараңыз күмбездерді көрсетуге тырысайын. Мешіттің іші өте үлкен екен.
Ал мына әйнектің ішіндегі бұл Қағбаның ескі жамылғысы. Бұны Явuz Сұлтан Селим халифатты алғаннан кейін, қолына Мысыр сапарынан кейін осы ескі жамылғыны Бурса мешітіне сыйға тартқан екен. Ал Қағбаға Стамбулда тіктірген жаңа жабылғыны өзі апарған екен. Бұны енді мәмлүктердің кезінде жасалған жабын, мәмлүктерден қалған туынды десе болады. Достар, Бурсаға жол түсіп жатса, осы ұлы жамиға міндетті түрде соғыңыздар. Ескі көне қаланың жанында екен, тура орталықта. Менің артымда тұрған балкон сияқты жерде кезінде сұлтандар намаз қылған екен. О жерде сосын қараңыз, сұлтандар жаңағы намаз аяқталатын кезде екі қағарап сәлем береді ғой, сол кезде жазулар тұр екен да. Оң жағына қараса Құранның аяты екен, басшы болдың ба, әділ бол дегендей. Сол жағына қараса тура сондай, оған жаңағы басқаруда әділ болуды еске салатын тағы бір аят жазылған екен, тура мағынасын ұмытып тұрмын. Осындай Алла тағаланың аяттарын еске салатын, арабша қарып түсінетін адамдарға сондай керемет мешіт екен. Жалпы мен хат мешіт деп ат қойғым келді. Неге десеңіз, Алла тағаланың әрбір аяты да осындағы тірі жанда Алла тағаланың хаты сияқты. Әрбір жазба мен үшін бір хат сияқты болды. Содан әлгі Сомонжы әулиенің алғашқы уағызынан кейінгі оқиғаны жалғастырайық. Жиналған қауым әулиені көргісі келіп, уағыз біткен соң мешіттің 3 есігінің алдынан күтеді. Шығыс, батыс есіктерінің тұсынан. Ең қызығы, уағыз біткеннен кейін әрбір 3 есікте жиналған жамағат Сомонж әулиені көргенін айтады. Осылайша Қызыр әулие күніне келіп бір мезгіл намаз оқитын, соғылуында ешбір жанның құқығы аяққа тапталмаған, ашылуын әулиенің өзі ашып берген мешіттің тегін емес екені анық. Сомонж әулие алғашқы уағызынан кейін, әшкере болғаннан кейін Бурса қаласын тастап кеткен екен. Бірақ соған қарамай арада 7 ғасыр өтсе де, сол дәл мешіт ашылған күнгідей ынта мен рухани байлыққа толы сезімге келген жамағат бөленер екен. Және мешіттің ішіне кіргендер бұл жұмақтер кірген соң шыққысы келмейді екен. Құрметті көрермен, менің шын ынтамен дайындаған видеом ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деп сенемін. Олай болса, маған білдірген қолдауларыңыз ол жылы пікір лебіз және арнаға жазылу. Ал артынша Алла нәсіп қылса, мен сіздерге Анадолының бай мұрасын ары қарай да таныстыра беремін. Көне қала іздері барлығы тура осы орталықта, мешіттің маңайында. Ал мынау шынар ағашы. Қазақ үшін қасиетті ағаш бәйтерек болса, түрік ағайындар шынар ағашын ұрпақ жалғасы деп сенеді. Ислам дінінің ең беделді ғұлама ғалымдары исламның ең маңызды қасиетті 5 мешітін көрсеткен. Сондай мәртебенің бірі дәл осы Бурса ұлы мешітіне тиесілі. Ал ол қасиетті орындардың тізіміне келсек, ең бірінші Әл-Харам мешіті, яғни Қағба. Екіншісі Мәдинедегі Пайғамбар мешіті. Үшіншісі Әл-Ақса, Құддыстағы Әл-Ақса. Төртіншісі Шам қаласындағы Эмеве мешіті. Ал бесіншісі Бурса ұлы мешіті. Достар, мешіт өте үлкен, алып десем болады. Тіпті артымда тұрған мұнара тұрғаны, мұнараның табанының өзі өте жалпақ көлемді. Көріп тұрсыздар. Достар, Бурсада күн салқын екен, қаңтардың бүгін 30-ы. Бұл жерде Ұлы тау деген Ұлы Да дейді, тау бар екен, биік шың. Ол жер Түркияның кәдімгі біздің Шымбұлақ сияқты жер екен. Ауа деген -2-3 қой деймін. Салқын, біраз жел бар. Жақсы, керемет жер екен. Туристер өте көп екен. Бірінші көріп, мына мешітте өте тірі мешіт десем ба екен. Келіп кететін адамдар, жамағаты өте көп екен. Өте көп турист, шетелден пакистандық, қытайлық, кәріс туристарды көрдік. Индустар да бар, көп адам, кісі көп екен.
Жалпы не дейм, Түркия керемет, өзінің жұртыда оқушыларды әкеп, автобустар әкеп мешітпен таныстырып жатыр, әр қаласын сезінсін, білсін деген ғой енді. Тарихын айтып жатыр, гидтар бәрін жақсылап тұр. Күшті екен, керемет қылаватыр. Мынау шынар ағашына құрмет көрсеткені ма? Қараңызшы, мына жағын лап қойған, мына жерден тірек қойды. Қалғанда сауда көшесі екен. Осылай ойда жоқта келген Бурсаға сапарымыз өтіп жатыр. Жаман емес. Қазір енді осы барлық түрк асханасының төресі дейміз ба, Ескендір деген бір тамақ бар, етпен береді. Бетіне жаңағыдай сары майды қыздырып құяды, жанында қаймағы бар. Өте керемет тамақ. Мен Түркияға транзитпен бір жұмыс бабымен Стамбулда 2 сағат болып сол кезде жегем. Содан ғашық болғам осы Түркияға тамақ арқылы. Махаббатым ең бірінші тамақпен ашылған Түркияға. Қазір соның енді бұны не үшін айтып жатыр десеңіздер, тура осы Бурсаның тұрғыны кім деген? Жевдет Ескендероғлу деген кісі ойлап тапқан екен бұл астың түрін. Сол бұрынғы рецептін сақтап қалған, соның қазір немересі Ескендірді пісіріп отыр екен. Сол баяғы рецептпен соған барамыз бұйырса. Ұлы Жәмидің мешіттің жанында адам кәдімгідей кезекке тұрады екен. Ескендер кебапчы дейді. Кәдімгідей кезек екен. Мына мешітіміз мұнда қалды. Сонымен мұны жүріп келеміз. Достар, мұны тапсырысты сырттан бердік. Күтіп тұрмыз. Ішін бәрін өзгертпеген сияқты, шағын ғана осындай тамақ жейтін асхана болып тұр. Қазір ішіне кіргенде түсірем. Кәдімгідей кезек болып қалды. Merhabalar. Мына жер аядай өзі кішкентай ғана жер екен. Мына кісі күні үлкен аталары ма қас. Осылай. Кішкентай жердеміз. Мынандай шағын. Ең қызығы қазір Ескендірдің дәмін көреміз. Teşekkürler. Mine dostlar, Eskендір деген осындай керемет тамақ. Түркияда болып жатсаңыздар, әсіресе Бурсада осы жерге келіп ауыстыңыздар. Бурса қаласына келетін туристардың тағы бір маңызды бару керек нүктесі ол Осман Ғази мен оның ұлы Орхан Ғазидің кесенелері. Келесі видеомда Осман Ғазидің біраз тұлғасына тоқтап және осы кесенені көрсетемін.